Таңертең ерте тұрдым да томирис садикке шығарып салдым да бүгін сіздерге таңғы бет күтімін көрсетейін деп шештім. Мен көбінесе осы Гарнирдің маскасын көп қолданамын, себебі қазір аяғым ауыр, бетіме дақ неше түрлі шығып кетеді ше. Ал бұл Гарнирдің маскасы енді керемет, бетті ағартады, жылтыратады және сонымен қатар дақты да кетіреді. Мінекей бірінші бетті осылай көпіртіп жуып аламыз да, одан кейін барып осы масканы 15 минутқа қойып қоямыз бетке. Өте керемет маска қыздар. Сіздер де бет күтім әрі-бері өтіп жүр. Ойбай, не болды аға, бірдеңке болып қалды ма десем, жоқ дейді. Сонымен ана шаш алатын машинкасын алып келіпті. Бір кез бетіндегі не дейді да, мен маскама қызығып кеткен ғой ағам. Сонымен қой, сізге де қойып берейін ба дедім да, қайнағыма қарасам, әжім деген түсіп кеткен ғой. Ол үшін бірінші бетті тазалап жуып, сосын барып маска қояды дедім. Қазір сізге де қойып беремін дедім. Бір 15 минут бар ғой, бетіме өйстіп масканы қойып, диванда аяқты көтеріп тастап, кітап оқып жатам ғой деп едім. Оны да көп көрдіңіздер ғой. Үнемі осы ғой дедім, демалтпайсыздар дедім де, қой мына жақта деген шаруа шаш етектен дедім да, тез тұрдым да, есіме түсіп кетті, қайнағам шашын алу керек екен ғой дедім да. Бүйтіп келдім де, ал жапқысын жаптым, сөйтім де шашы өсіп кеткен ғой. Аптасына бір рет алдыртып тұрады, тез өседі шашы. Сөйтіп шашын алдым, одан кейін сақалдарын алдым, өзімше деп қой деп қоймын ғой, көрсетіп жатырмын. Сонымен шампунды құйып тұрып тазалап бетін, шашын жуып алдым да.